Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз корейскийде, осы корейский дүкендерде және рекламаларда, инстаграмда, тиктокта хит болып жатқан 4+1 деген кремге обзор жасайтын боламыз. Бұда қандай реклама? Бұл не істейді? Бұл 4+1, яғни 4 түрлі қызмет атқарады. Осынша ең қызықтырғаны адамдарды. Мынаны қолға жағамыз. Жаққан кезде сумен жуып тастасан және сүргімен сүртіп тастасан да сол күйі аппақ болып тұрады, яғни жағылмайды, сүргіге кетпейді. Қазір соған обзор жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі осы су және қолды сүртетін мисрамалы. Сонымен қатар мынау тинт дейді. Яғни қызығы ерінде помадан өшпейді. Әсіресе тойға барғанда, жаңағы напиток, бокалға еріндеріңіздегі помада жағылып кетпейді және кетпейді. Бұған да обзор жасаймын қазір. Ең алдымен мынаған жасап көрсетейін. Қыздардың бәрі шынымен ба, шынымен емес па деп осыны көрсетші деп жатыр. Қазір көрсетемін. Мінекей. Ең алдымен бұны аламын. Мінекей, мынау да жеткілікті. Осыны алам да мен қазір бұны сол қолыма жағамын. Мінекей. Мен екі қолымда міне бірдей. Ғана жағылып қалды. Қазір мына сол қолға жағатын болам. Міне. Көп алып жібердім ғой деймін. Так, бит жіберейін. Мынаны құрғақ менің қолым, ешқандай суланбаған. Бәрі жеріне жаға берейінші. Мінекей, жағып шықтым. Енді осыны мен сумен, мұздай сумен, немесе жылы сумен де жуып көреміз. Мінекей. Енді осыны мен жуамын. Кәдімгідей ысқылап тұрып жуып жатырмын. Енді осыны мен сүртем. Мінекей. Шынымен де екен, мінекей. Мына жермен мына жерді байқауға болады. Өте күшті екен. Маннада мінекей. Екі қолым осындай. Мінекей, пеште осындай ғой. Күшті. Енді мен бұл кремге өз басым 10 деген бағаны қоя аламын. Өте күшті екен. Алсаңыздар өкінбейсіздер. Иісі де өте керемет. Ал енді біз мына кремге, крем деппін ғой. Тинт дейді. Өзі арзан тұрады. Қытайда вообще арзан деді. Бұл корейский дүкеннен алынған, қызығып алғам. Бұл да жаңа нелерде интернет сондайларда қызу талқыға түсіп отыр. Керемет қылып. Pink дейді бір жерде. Rose pink дейді. Romantic beer дейді. Вау дейді. Осыған қазір біз обзор жасаймыз. Шынымен қандай? Шынымен сол рекламадағыдай ма, рекламадағыдай емес па? Яғни рекламада бұны қалай істейді? Ерінге жағады, сосын барып ол кебеді, кепкеннен кейін ерініңіз роза түсті болып, pink, роза түсті, розовый болып тұрады. Яғни кетпейді. Қазір енді осыны көреміз. Мен бұны көргенмін, бірақ сіздерге көрсетемін. Мен ерніме жақпай қояйын, тек мына жерге жағайын. Мысалы мына жерін қолым қазір мынандай, ешқандай крем, ештеңке жағылмаған. Иісі тәтті иіс шығады. Осындай, жаңа клей сияқты екен, жағылуы қиын. Иісі, білмеймін, біреулерге ұнайтын шығар, біреулерге ұнамайтын шығар. Маған орташа.
бір жағынан жақсы, бір жағынан онша емес. Мінекей, енді осының кепкенін күтеміз. Көрдіңіздер ма? Мына қорғайын деді, міне қолға жабыспайды. Енді осыны бар ғой, бұл үстіп итересіздер. Бірақ бір жаманы қараңыздар, қолға жабысады. Тестер. Тастайсыздар. Ерінгеле тура үстіп тұрады. Сразу бұны алып, қолдарыңызды жуып тастамасаңыздар, қолдарыңызда не болып кетеді? Қып-қызыл болып. Мінекей, көрдіңіздер ма? Енді мен осыны қазір жуам. Сіздердің көргенше жуайын. Қолым бәрін бұлғап тастадым, айып етпеңіздер. Бұл әрине обзор, сіздерге пайдасы тисін. Интернеттен заказ алып алып, оны ұнамай қалып жүрмесін. Қандай екен, мына кремді реклама жасап отыр, шынымен ба деп көп қыздар не істеп отыр ғой. Сондай кісілерге обзор пайдасы болсын. Сол кісілерге көмек тисін деп өстіп видео шығарып жатырмын. Мінекей, сумен қанша рет жудым, ысқылап та жудым, кетпейді, өте жақсы. Бірақ бұны ерінге жаққан кезде әдемілеп жағыңыздар. Көріп тұрсыздар, қалай жалса солай қалып қалады, шетіне шығармай, әдемі қылып. Енді мінекей сүртеміз. Мінекей, осындай. Бұл да өте жақсы, өте керемет. Алуға кеңес беремін. Бұл неге реклама емес, бұл просто обзор. Яғни қандай екен, шынымен ба деген қыздарға жаңағы обзор ретінде видеоға түсіріп отырмын. Сіздерге осы видеомның бір пайдасы тиді деген ойдамын, және қуанамын егер пайдасы тисе. Және де осы видеома лайк басып, тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.